Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен өзімнің үйде жасайтын подшуба салатының рецебімен бөлісетін боламын. Алдыменен осындай балығымызды майдалап турап аламыз. Кубиктап. Мен осындай форма алып алдым. Енді мына кубиктап турап алған балығымызды саламыз осылай әдемілеп. Осыған чықалап майонез жағып аламыз. Осылай чықалап жағып аламыз. Ең дәмді салаттардың бірі. Жасап жей бергім келеді. Енді күштің өте осындай майдасын алып алдым. Енді осы картошкамызды өткізіп аламыз. Майдалап. Күштен өткізіп алдық картошкамызды. Енді осыларды тегістеп жайғастырып аламыз. Кішкене шым тұз сеуіп жібереміз. Бетіне майонез төсеп аламыз тағы да осылай. Бұны да осылай күштен өткізіп аламыз. Сәбізімізді күштен өткізіп алдық. Осылай тегістеп алдық. Енді осыған кішкене шым тұз саламыз. Тұз салып жібереміз болғанда. Осылай майонез жағып аламыз. Жұмыртқамызды дақырындап теркадан өткізіп аламыз. Күштен өткізіп алған жұмыртқамызды осылай салып аламыз. Оған да шым тұз қосамыз. Оған да майонез сыйып аламыз. Осылай тегістеп аламыз бетін. Қызылшамызды да күштен өткізіп аламыз осылай. Күштен өткен қызылшамызды осылай төсеп аламыз. Жақсылап тегістеп бетін тегістеп алдық. Енді майонезімізді жағып аламыз. Жақсылап бетін осылай тегістеп жағып шығамыз. Өте дәмді салат. Жесең жегің келе беретін салаттардың бірі.